Кітап нөмір 148 Александр Дюманың «Граф Монте-Кристо» романын тәмамдадық. Бұл кітапта екінші кітабында 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші бөлімдер енген. Жалпы бірінші кітабынан бізге белгілі, граф Монте-Кристо түрмеден шығып, Фария аббаттың айтқан жаңағы байлығын бәрін иемденіп, халықтың ішіне ене бастайды. Және бұл кітаптың басында жаңағы патшаның прокуроры Вильфордың үйіндегі оқиғадан басталады. Яғни оның әкесі кезіндегі Нуартье Бонапартист өзінің мұрагерлігін немересі Валентинаға тастаймын, егерде ол жаңағы Франс де Бине деген жігітке тұрмысқа шықпаса деген секілді шарттарын қойып отырады. Оған негізі әкесі Вильфор негізі сол Франсқа тұрмысқа шыққан қалаған еді. Десе де кезінде осы Бонапарттың жақтастары болған Нуартье осы Франс Эпиненің әкесін жекпе-жекте өлтірген екен. Сонымен Нуартье егерде оған тұрмысқа шығатын болса, мен мұрагерлігімді жаңағы жетім жесірлерге тастап кетемін деген секілді өзінің мұрагерлігін шарттарын қояды. Сонымен граф Монте-Кристо өзінің әрбір әрекеті, әрбір жасаған іс-әрекеті негізінен осы кек қайтару жолындағы жағдайлар болып табылады. Енді негізінен ол өзінің қаланың сыртынан бір үй алуы да кезінде осы патша прокуроры Вильфордың және Данглардың әйелінің арасындағы болған балаға байланысты екен. Сол баланы сол жерден жаңағы сол үйден сатып алып, сол үйге осы қаймақтардың бәрін шақырып қонағасын береді. Сол кезде бірақ осы шындықтың бетін ашады. Осы жерде мен бір баланың жаңағы мәйітін сүйегін тауып алдым деген секілді. Сөйтіп сондай бір оқиғалар өрбейді. Қысқасы кек жолындағы Монте-Кристоның іс-әрекеті нақты осы бөлімінде көрініс табады. Атап айтсақ, жаңағы патша прокуроры Вильфордың үйінде оның әйелі, екінші әйелі, яғни Валентинаның өгей шешесі, алдымен Вильфордың бірінші әйелінің әкесі мен шешесі Сен-Мерандарды у беріп өлтіреді. Кейін патша Нуартьенің жаңағы қызметшісін, одан кейін төртінші осы қызы Валентинаны өлтірмекші болады, өгей қызын. Неге десеңіз, өзінің жалғыз Эдуард деген ұлы бар, сол ұлы мұрагерлікке ие болса деген мақсатта. Яғни бірінші әйелінің ата-енесінің де мұрагерлігі, шал Нуартьенің де мұрагерлігі Валентинаға түскендіктен, сол Валентинаның барлық мұрагерлігі кейін осы өзінің ұлына қалсын деген мақсатпен ол барлық үйін улап өлтіреді. Және алдын ала айта кетейін, кейін осыны білген Вильфор сондай бір заңның сондай бір блюстителі, яғни заңның қорғаншы осы Вильфорда әйеліне сен егерде әділдікті қаласаң, өз-өзіңді жаңағы менің көзіме көрінбей дүниемен қошай түс деген секілді айтып кетеді. Және ол сотқа барып келгенше әйелі шынымен де өзін және баласын у беріп өлтірген екен. Сонымен граф Монте-Кристо Валентинаны аман алқағанымен осындай Вильфордың отбасы толықтай уланып өліп, ақыры Вильфордың өзі жаңағы Андреа деген өгей жаңағы өліп қалды деп жүрген ұлының шын мәнінде тірі екендігін біліп, оны соттау барысында өзі соған прокурор болып қатысып, сол жерде шындықты біліп, өзінің ұлының тірі екені сондай бір ауыр күйзеліске түсіп, есі ауысып кетеді. Бұны бірдеңіз, Вильфорд есі ауысып кетеді. Екінші Кадрус деген жігітті білеміз бірінші бөлімнен. Ол Кадрусты осы Вильфордың ұлы Андреа екеуі кезінде түрмеде бірге болған толуында, және сол жерден бірге қашып шыққан, және екеуі бірге келіп, ақыры граф Монте-Кристоның үйін тонауға барамыз деген кезде Кадрусты осы Андреа өлтіреді. Андреаның өзі жаңағы түрмеге отырады. Бұл Кадрус 2 деңіз. Үшінші Данглар кезіндегі анау
корабльдің ішіндегі бухгалтер болатын Данглар қызын тұрмысқа берем деген бірінші күйеуінен алып екінші Андреяға берем деп жүрген кезде Андреяның қылмысты әшкере болып және қызы қашып кетеді. Әйелі өзімен өзі қалады және қарызға батқан банкир ақыры өзі де қашып Римға барып, Римдағы ақшаларын алған кезде 5 миллионын сол жақтағы Вампа деген қарақшылар ұстап алып, осы граф Монте-Кристоның айтуы бойынша бұны тұтқында ұстап, әр тамағын 1 миллионға бағалап, сонымен ақыры бұл ақшадан жұрдай болып, шаш ағарып, бұл да ешкім керексіз болып қалады. Бұл үштеңіз. Төртінші Фернан Мерседес деген ғашығын тартып алған каталандық Фернан генерал-лейтенант болып тұрған, Францияның пэр болып тұрған жерінен кезінде Грекияның патшасын сатып кеткендігі туралы ақпараттарды таратқызып, осы ортада Альберт деген ұлы граф Монте-Кристоны жаңағы сен әшкере еттің деп оны дуэльге шақырып, ақыры осы Мерседес ең бірінші граф Монте-Кристоны Эдмон Дантес екендігін біліп, үйіне барып кешірім сұрап, өзінің баласын аман сақтап қалуын сұрайды. Және сол жерде екеуі бір-біріне шындықты айтады. Сонымен дуэль болмайды, себебі Мерседес үйіне барып өзінің ұлына да айтқан екен кезіндегі Эдмон Дантестің оқиғасын. Сөйтіп дуэльға келген Альберт барлық достарының көзінше кешірім сұрап, кейін үйіне барып анасын алып екеуі жаңағы басқа қалаға кетіп қалады. Осындай масқаралықты көтере алмаған генерал-лейтенант Фернан ақыры өзін атып бұл дүниемен қош айтысады. Сонымен Мерседес жалғыз қалады. Марсельдегі кезінде Эдмон Дантестің әкесі тұрған үйді алып береді. Сол үйде жоқшылықта жалғыз қалады. Және ең соңында осы Валентинаны өлді деп жүрген Максимилиан Морель, кезіндегі Морель бастығының ұлы, екеуі Монте-Кристо аралында табысып, ең соңында барлық байлыққа мұрагерлік етіп, осы екеуі кітаптың соңында жаңағы не нәрсенде сабырлықпен күту керек деген секілді сөзбен «Ждать и надеяться» деген фразамен кітапты тәмамдайды. Сонымен граф Монте-Кристоны толығымен тәмамдадық. 6 бөлім, 2 кітап. Және Монте-Кристо толықтай өзінің кек жолындағы әрекеттерін бәрін жасайды. Және ең соңында өзі де бұл дүниеден бас кешеді, бірақ Гайде деген кезіндегі Али патшаның қызын деген соған деген махаббат қана оны осы өмірде алып қалады. Сөйтіп, бұл кітапты тәмам болады. Жақсы, енді келесі кітабымызға өтсек. Келесі оқитын кітабымыз Гюстав Флобер, «Госпожа Бавари».